Баршаларыңызға сәлем қыздар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен түрік халқының тәттісі баклава дайындайтын боламыз. Барлық рецепті толықтай түсінікті етіп, описание бөліміне жазып кетемін. Алдымен біз описание бөліміндегі жазылған рецепт бойынша жақсылап қамырымызды илеп аламыз. Құрметті арулар, қыз-келіншектер, бүгінгі келіп жеткен 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге бақыт, байлық, табыс, денсаулық тілеймін. Біздің қамырымыз рецепт бойынша артық ұн қоспаймыз, кем де қоспаймыз. Дәл осылай қатты болып қамыр иленіп шығады. Қамырымызды асықпай ұзақ илейміз. Дәл қамырды жыртып жатқан тәрізді видеодағыдай илеп шығамыз. Қыздар, осылай иленіп болған қамырды жыртып жатқан тәрізді 6-7 минуттай илеуіміз қажет болады. Сол кезде ғана дайын болады қамырымыз. Мен бұл жерде шоколадный мендидің қамырын дайындап жатырмын. Дәл рецепт бойынша кішкене өзгеріс болады. Какао қосып жібереміз. Оны да жақсылап дәл алдыңғы видеодағыдай дайындап илеп шығамыз. Он 15 минут тынығып тұрған қамырымызды тағы бір жақсылап илеп, қайта салафанға салып 10 минут тынықтырып қоямыз. Сосын барып қамырларымызды бірдей етіп 70 граммнан бөліп шығамыз.
70 граммнан бөліп алған қамырларымызды міндетті түрде қайтадан салфанына салып қоямыз. Шоколадный қамырымызды да дәл осылай қайталаймыз. Ал енді бөліп алған қамырларымыз 10-15 минут салфанда тұрып демалған соң осылай жая бастаймыз. Жайған кезде біз ұнға емес кукурузный крахмалға аунатып жаямыз. Осылайша барлық қамырымызды домалақ етіп, біркелкі шелпек тәрізді етіп, кукурузный крахмалға аунатып жайып шығамыз. Міне қыздар, бізде дәл осындай шелпек тәрізді домалақ етіп, біркелкі қамырлар дайын болды. Дайын болған қамырларымызды тағы да бір 15 минутқа салфанға салып қойып қоямыз. 15 минут тынығып тұрады. Ол уақыт аралығында мен шоколадный мидиімді дәл осылай қамырларымды жайып шығамын. Енді біз салфанда тұрған қамырларды 3 штуктан алып, қалғандарын салфаннан шығармаймыз. Осы 3 штугын алып, араларына кукурузный крахмалды сеуіп, бірге қосып жаямыз. Арасы жабыспайды, қорықпаңыздар. Дәл видеодағыдай етіп, арасына кукурузный крахмалды жағып, қайта ашып, бір-бірінің орнын ауыстырып, жайып аламыз.
Міне қыздар, осылайша біздің қамырларымыз дайын болады. Өте жұқа, арасына кукурузный крахмалдығы сеуіп жаямыз, ұнды емес. Осы арасындағы крахмалдарды қағып түсіріп алып, дәл видеодағыдай мидияларымызды, яғни баклаваларымызды түйеміз. Арасына грек жаңғағын ұсақтап сеуіп шығамыз. Міне қыздар, түйілу жолын көрсетіп жатырмын. Дәл осылай аударамыз, шет-шетін қысып, артық жерлерін кесіп алып тастаймыз. Міне қыздар, жаңағы жайған 3 қамырымызды дәл осылай түйіп аламыз. Сосын салфанда тұрған қамырымызды қайта алып, тағы дәл осылай қайталаймыз. Барлығын бірдей жайып, сосын барып түйу деген болмайды. Жайылған сразу түйіп, сразу дайындап аламыз. Міне, арасына кукурузный крахмалды себуді ұмытпаймыз. Әйтпесе қамырларымыз жабысып қалуы мүмкін.
Ал міне қыздар, барлық қамырымызды жайып, түйіп алдық. Енді бізге 82% май немесе үйдің сары майы қажет болады. Газда осылай қызарғанша қайнатып аламыз. Бұны бізде кей өңірлерде тұшыған май деп атайды. Осылайша барлық баклаваның бетіне жағып шығамыз. Міне осылай жағып, дайын болған баклавамызды пешке жібереміз. Сол уақыт аралығында біз сиропымызды дайындаймыз. Сиропқа бізге қант және лимон, су ғана қажет болады. Толық рецепті описание бөліміне жазып қоямын. Бірге араластырып, газда қайнатып аламыз. Сиропымызды міне видеодағыдай қоюланғанша газда қайнатып аламыз, және баклавамыз пештен шыға салысымен ыстық сиропымызды үстінен құямыз.
Қыздар, міне осымен біздің баклавамыз дайын болды. Үстіне фисташковая мука деп аталады. Сол жасыл фисташковая муканы сеуіп жіберсеңіздер әдемі көрінеді. Міне осылай істеп сатылымға шығарып өз табыстарыңызды тапсаңыздар да болады. Баршаңызға рахмет.